بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد زرسلم الأصول منظومة يعني ولين شو مختارن وخد жалғастырамыз. Шейх рахимахуллаху таала басында таухидты екіге бөлгендіктен таухидул ма'рифа вал исбат, яғни білімге байланысты және де бекіту міндет болған таухид, жүрекпен бекіту міндет болған таухид, және екінші таухид түрі таухидут талаб вал қасд, яғни адамның ниетіне және де адамның амалдарына байланысты таухид. Біздер әлі сол бірінші таухидтің түрінде болып жатырық. Шейх рахимахуллаху таала Аллах тағаланың, яғни таухидул ма'рифа вал исбат дегенді біздер айттық. Бұл таухид рубубия мен таухид асма ва сифатты өзіне қамтиды. Және Шейх рахимахуллаху таала Аллах субханаху тааланың сипаттарын айтуды, қандай сипаттарды бекіту керек екендігін бізге айтып жатыр. Сөйтіп, Аллах субханаху таала біраз сипаттарын айтқаннан кейін келесі сипаттарын айтады. Ол айтады: "Ва хуаллази яра дабиба зарри фи зулумати фауқа сумми сахри ва сами'ун лил жахри вал ихфати би сам'ihi al-wasi'i lil aswati wa 'ilmuhu bima bada wa ma khafi ahata 'ilman bil jaliyyi wal khafi wa huwa al-ghaniyyu bi dhatihi subhanahu jalla thana'uhu ta'ala sha'nuhu wa kullu shay'in rizquhu 'alayhi wa kulluna muftaqirun ilayhi" деп айтады. Айтады рахимахуллаху таала, Аллах субханаху таала кішкентай жәндіктің қара тастың үстіндегі іздерін түнде де көреді деп тұр. Және де іштей сөйлеген, сырттай сөйлегенді өзінің кең есту сипатымен естиді дейді. Ілімі жасырын болған және де бүкіл адамдарға көрінетін істерді Аллах субханаху таала біліммен қамтыған, біледі деп тұр. Және де Аллах субханаху таала ғани дейді. Ғани деген ешкімге мұқтаж емес деген. Себебі ол ұлық дейді. Және де әрбір нәрсенің ризқысы Аллах субханаху таала береді дейді. Және де әрбір махлуқ Аллах субханаху таалаға мұқтаж деп Шейх рахимахуллаху таала осы өлең шумақтарды айтады. Біз осы өлең шумақтарға тоқтап сөйлеуге тырысамыз иншаллаху таала. Бұл жерде Шейх рахимахуллаху таала Аллах субханаху тааланың келесі сипаттарын айтып жатыр. Аллах субханаху тааланың көру сипатын айтты, есту сипатын айтты, білім сипатын айтты, ғина, яғни ешкімге мұқтаж емес, яғни сомат деген есімге сәйкес нәрсе. Және де Аллах субханаху таала ризық беретіндігі туралы айтты. Біз осы 4 немесе 5 сипат туралы қысқаша сөйлеуге тырысамыз иншаллаху таала. Біріншіден шейхтің айтқан сипаты бұл не? Аллах субханаху таала көру және де есту сипаттары. Аллах субханаху таала көру және де есту сипаттары. Көру және есту сипаттарына дәлелдер Құран мен сүннеттен өте көп. Және де ақылдан да дәлел бар. Сол дәлелдердің бірі Аллах субханаху таала айтады: "Лайса камислихи шей ва хуа самиул басир". Аллахқа теңесетін, ұқсайтын еш нәрсе жоқ, және де ол естуші, көруші. Бұл Шура сүресінің 11-ші аяты. Басқа аятта Аллах субханаху таала Ниса сүресінің 58-ші аятында айтады: "Инналлаха ни'имма я'идукум бих, инналлаха кана сами'ан басира". Аллах пәк және сендерге және де үгіттерді түсіреді дейді, үгіттейді сендерді, және де Аллах субханаху таала естуші, көруші деп тұр Ниса сүресінің 58-ші аятында. Және де басқа аятта Аллах субханаху таала мысалы Муджадала сүресінің 1-ші аятында айтады: "Қад сами'a Аллаху қаулаллати туджадилука фи зауджиха ва таштаки илаллах валлаху сами'ун валлаху ясмa'у тахауракума инналлаха сами'ун басир" деп тұр. Аллах субханаху таала өзінің күйеуі туралы сенмен пікірталасқа түскен әйелді естіді дейді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға айтып тұр.
яғни бір әйел пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға келіп өзінің күйеуі туралы жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен сөйлесті, соны Аллах естіді деп тұр. Уаташтаки илаллах, және де Аллах субхану тағала бұл әйелдің Аллахқа деген жаңағындай шағымданып жатқанын естіді дейді. Валлаху ясмау тахаурукума, және де Аллах сендердің екеулеріңнің, яғни Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламмен мана әйелді сөйлескенін Аллах естіді дейді. Инна Аллаха самиун алим, расында Аллах естуші, көруші дейді бұл аятта. Басқа аятта Аллах субхану тағала айтады: лақад самиа Аллаху қауля лазина қалу инна Аллаху фақирун ва нахну ағния дейді. Аллах айтады, расында Аллах кедей, ал біз баймыз дегендерді Аллах естіді дейді. Бұл Әл-Имран сүресінің 181 аятында. Және Зухруф сүресінің 80 аятында Аллах субхану тағала айтады: ам яхсабуна анна ла насмау сиррахум ва наджуахум бала ва русулуна ладайхим яктубун деп тұр. Бұлар ойлай ма, біздер олардың сырлы сөздерін және де адамдардың арасында сөздерін естімейді деп ойлай ма екен дейді. Жоқ, біз естиміз дейді. Және де біздің елшілеріміз, яғни періштелер, олардың қастарында әрбір сөздерін жазып жатыр дейді. Бұл Зухруф сүресінің 80 аяты. Басқа аятта Аллах субхану тағала Тоха сүресінің 46 аятта Муса мен Харунға айтқан сөзінде ал дейді: иннани маакума асмау ва аро дейді. Расында мен сендермен біргемін, сен екеуіңмен біргемін, Муса, Харун, асмау ва аро дейді. Сендердің айтып жатқан нәрселерді естіп жатырмын да, көріп жатырмын деп айтады. Есту және де көру сипаты дегенде, есту сипаты деген ол естілетін нәрселерді қабылдау, естіп қабылдау. Көру ол көрінетін нәрселерді көріп қабылдау дегенді білдіреді. Сондықтан есту және де көру сипаты екеуінің айырмашылығы бар. Және де есту және де көру сипаты білім сипатынан басқа. Білім сипатына байланбаған, білім сипатына оралмайды. Себебі есту мен көру тек қана айырмашылықтардың бірі, есту мен көру тек қана бар нәрсемен байланады. Шығып жатқан дауыс, қазір шыққан дауысқа байланады, немесе болып жатқан нәрсеге, кәдімгі бар нәрсеге байланады. Ал білім жоқ нәрсемен де байлануы мүмкін. Жоқ нәрсеге де қатысты болуы мүмкін. Біз мысалы Мұхаммад деген бауырды танимыз бәріміз. Мұхаммад біздің қасымызда жоқ. Біз оны көріп жатқан жоқпыз, көру сипаты байланып жатқан жоқ. Есту сипаты да байланып жатқан жоқ. Бірақ біз Мұхаммадтың бар екенін білеміз. Ол қасымызда болмаса да, біз оны көріп естімей тұрсақ та, түсінікті ме? Сондықтан білім және де есту және көру сипаттары бұлар әртүрлі сипаттар. Бұлар әртүрлі сипаттар. Сондықтан біздер айтамыз, білім жаңағындай жоқ нәрсемен де байлануы мүмкін, тіпті болу мүмкін емес нәрсемен де байлануы мүмкін. Яғни адам өзінің қиялында болу мүмкін емес нәрсені де не істей алады? Қиялында жаңағындай не істейді? Ойында сол туралы ойлана алады. Жаңағында 3 басы бар, 4 қолы бар деген сияқты нәрсені өзің білім сипатын, бірақ оны көре алмайды бәрібір. Неге? Себебі ол жоқ нәрсе, болу мүмкін емес нәрсе, түсіндің ме? Сондықтан білім болу мүмкін емес нәрсемен де байланады, жоқ нәрсемен де байланады, бар нәрсемен де байланады. Ал көру мен есту тек қана бар нәрсемен байланады. Бар нәрсемен байланады. Осы айырмашылық. Не үшін біз ол айырмашылық туралы осындай түрде кәдімгідей айтып жатық? Неге? Себебі кейбір кәламеттер көбісі деп айтсақ болады, бұлар есту және көру сипатын білім сипатына оралтады. Айтады, есту сипаты бар дейді, көру сипаты бар деп айтады, бірақ есту де көру сипаты да білім сипатына оралады дейді. Білім деген мағына шығады дейді, түсінікті ме? Бірақ ол дұрыс емес. Неге? Себебі олардың мағынасы әртүрлі. Есту сипатының, көру сипатының және білім сипатының мағыналар әртүрлі. Яғни негізі сондай оңай нәрсе, білім, есту, көру. Бірақ аналардың, кәлемейлердің кейбір дұрыс емес логикалық қағидаларға кіргендіктен біздер осылайша оп-оңай нәрсені осылай түсіндіруге тура келеді. Оңай нәрсені осылай түсіндіруге тура келеді. Сондықтан ахли сунна уал жамааттың ақидасы, Аллах субхана ва тағала бүкіл дауыстарды естиді. Ахли суннаның ақидасы бойынша, яғни манағы аяттарға сүйенеді, басқа хадистер бар, ғалымдар ижма келтіреді. Аллах субхана тағала бүкіл дауыстарды естиді өзіне лайықты түрде, өзінің ұлылығына лайықты түрде дейді, түсінікті ме? Және де Аллах субханаху ва тағала бүкіл нәрселерді көреді.
өзінің көру сипатымен және де бұл көру сипаты оның ұлылығына лайықты. Оның ұлылығына лайықты. Сондықтан бұл екі сипат, көру және де есту сипат, Алла субханаху ва тағаламен мәңгі болған сипаттар, яғни көру және де есту деген сипаттың түрі деген кезде біздер оны мысалы адам түрі деп айтамыз ғой. Адам түрі. Адам деген класс, дұрыс па? Оның ішіне Алтай кіреді, Бауыржан кіреді, Ержан кіреді, Мұхаммед кіреді, дұрыс па? Адам деген класс бар, дұрыс па? Сол. Алла субханала тағаланың осы есту классы, көру деген сипатының классы, Алла субханала тағаламен мәңгі болған сипаттар. Оның ішіне өтіп тұр. Бірақ та бұл сипаттың бөліктері қазір естіліп жатқан дыбыстармен байланады. Есту сипаты көрінетін нәрселермен байланады. Яғни біз қазір сөйлеп тұрған кезде Аллах қазір естіп тұр. Бізді Аллах қазір көріп тұр. Яғни баяғы мәңгі көру сипатымен көріп тұрған жоқ. Немесе баяғы мәңгі есту сипатымен естіп тұрған жоқ. Ол сипаты ода мәңгі бар. Бірақ дәл қазір, яғни бізді бұрында естіп қойған жоқ. Дәл қазір бізді естіп жатыр. Дәл қазір бізді көріп жатыр. Бұның бәрін не үшін айтып жатыр? Негізі жалпы түсінікті нәрсе, Аллах естиді, Аллах көреді деген түсінікті нәрсе. Бірақ біз неге оны айтамыз? Жаңағы ахл каламдар айтады, жоқ, Алла субхана тағала көру, есту сипаты бұл бұрынғы сипат, мәңгі басы жоқ сипат дейді. Алла субхана тағала сипаты, көру сипаты, есту сипаты, және де олар болып жатқан нәрсенің, шығып жатқан дауыстардың түгелін баяғыда көріп естіп қойды дейді. Қазір естіп жатыр ба десең, жоқ дейді. Баяғыда көріп қойды, баяғыда естіп қойды деп айтады. Түсіндік па? Сондықтан ахли сунна уал жамаат осы нәрсені түсіндіру үшін біздер, яғни осы адасушылықтардан шығу үшін, және де ақылға сыймайтын нәрселерден шығу үшін біздер не осылайша түсіндіруге тура келеді. Сондықтан Шейхул Ислам ибн Таймия рахималлаху тағала Жами Расаил деген кітаптың 2-ші томында 17-ші бетінде айтады: إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت فإما أن يقال إنه تجدد شيء وإما أن يقال لم يتجدد شيء. Енді айтады, қараңыз. Егерде біз Алла субханала тағала болып жатқан нәрселерді көріп тұр, айтылып жатқан сөздерді естиді деп айтатын болсақ, онда оның мағынасы бұл сипаттар Аллахта жаңарды деген мағына шығады, немесе жаңармады деген мағына шығады. Екеуінің бірі болуы мүмкін. Немесе жаңарды, немесе жаңармады дейді. Дұрыс па? Фа ин кана лам ятажаддад, жаңармаған болатын болса, ва кана ла ясмауха ва ла юбсируха фахуа ба'да ан халақаха ла ясмауха ва ла юбсируха деп айтады. Енді біздер оның бұл сипаттары жаңармады дейтін болсақ, және де бұл сипат жаңармайды, бұл сипаттар жаңармайды, Алла субханала тағала жаратпай тұрып жаңармайды дейтін болсақ, жаңағы айтылып жатқан сөздерді, болып жатқан іс-қимылдарды жаратпай тұрып Аллахтың бұл сипаттары жаңармайды дейтін болсақ, онда Алла субханала тағала бұл шығып жатқан дауыстармен, бұл жасалып жатқан қимылдарды жаратқаннан кейін де олар жаңармайды деп айту керекпіз деп айтады. Түсінікті ме? Түсініксіз емес па? Түсінікті ме? Яғни не деген сөз? Алла естімейді деген сөз. Естімейді. Егерде ол бізді жаратпай тұрып, біз көрінетін нәрсеміз, дұрыс па? Естілетін нәрсеміз. Яғни бұл нәрсемен сипат байлану керек. Көру сипаты, естілу сипаты, дұрыс па? Енді біздер айтатын болсақ, адаммен мысал келтірейік, адамның көруі бір нәрсе болмай тұрып, көру сипаты жаңармайды дейтін болсақ, адам ішінде бір жаңа нәрсе пайда болмайды дейтін болсақ, бір нәрсе жоқ, әлі қозғалыс басталмай тұрып, онда жаңармайды вообще ол. Қозғалыс басталсын не басталмасын жаңармайды. Қозғалыс басталғаннан кейін де жаңармайды деп айту керекпіз. Дұрыс па? Дұрыс қой. Қозғалыс басталды. Ал қозғалыс басталған кезде жаңармайды дейтін болсақ, адам көрді деп айта аламыз ба? Айта алмаймыз. Адам көрді деп айта алмаймыз. Түсінікті ме?
وإن تجدد شيء дейді, ал егерде біздер жаңарады деп айтатын болсақ, فإما أن يكون وجودا أو عدما فإن كان عدما فلم يتجدد شيء. Ал жаңарды деп айтатын болсақ, бұл шейх не үшін бұны айтып отыр? Себебі жаңағы Мутазила, Жахмиялар және Каламияларды мұнақаша қылу үшін, яғни бұларға жауап беру үшін. Егер де дейді, жаңарды деп айтады, сипаттар жаңарады деп айтатын болсақ, біздер не деп айту керекпіз? Бұл жаңарып жатқан нәрсе немесе бар нәрсе, немесе жоқ нәрсе деп айту керекпіз. Дұрыс па? Жоқ нәрсе дейтін деп айтатын болсақ, ол жаңармайды деген сөз. Сен жаңарады, бірақ ол жоқ нәрсе деп айтатын болсақ, яғни ол не деген сөз? Жаңармайды деген сөз. Яғни ұзағырақ сөзбен айтып жатсың да, сен жаңармайды деген сөзді құлақты былай көрсетудің орнына былай көрсетіп жатсың да сен бізге. Түсіндің ба? Сол. وإن كان وجودا فإما أن يكون قائما بذات الله أو قائما بذات غيره. Ал егер де жаңарды дейтін болсақ, және де ол бар нәрсе деп айтатын болсақ, бұл бар нәрсе Аллахтың сипаты, Аллахтың затында бар сипат деп айтамыз, немесе басқа нәрсенің ішіндегі сипат деп айтамыз. Түсіндің ме? Немесе Аллахтың ішіндегі сипат, жаңарып жатқан. Көру сипатымен біз есту сипат туралы сөйлеп жатырмыз. Немесе ол Аллахтың ішіндегі сипат, немесе басқа бір нәрсенің ішіндегі сипат деп айтамыз дейді. Егер де егер де біз бұл сипатты Аллахтың ішіндегі сипат, Аллахтың затындағы сипат емес, басқа біреудің сипаты, басқа біреудің ішіндегі сипат дейтін болсақ, онда ол деген не деген сөз? Аллах көрмейді, естімейді, бірақ мынау нәрсе көреді, естиді деген сөз. Манаға есту, көру сипаты бар нәрсе көріп естиді деген сөз дейді. Сондықтан ятаайяны, сондықтан осындай жерде бізге не нәрсе міндет болады? Бұл сам анна залика сам уруя маужудайни қаимун бизатиллахи ва хада ла хилата фихи. Сондықтан біздер не айтамыз? Манағы сипаттар, көру сипат, бұл тек қана Аллахтың сипаты болады. Және бұл әрбір жаңағында болып жатқан нәрсемен Аллах расында қазір естиді, және де қазір көреді деген нәрсе, осы i'tiqod, осы сенім бізге парыз болады деп айтады. Бұл ақли дәлел. Бұл ақли дәлел, және де бұл не? Ақли дәлелдің қандай түрі? Метод исключения. Яғни шектеу әдісі деп айтсақ болады. Шектеп тастау әдісі. Және де бұл әдіс Құранда келген әдіс. Дұрыс па? Алла субхана тағала нағыл деп айтады, ам хулиқу мин ғайри шайин ам хумул халиқун деп айтады. Аллах айтады, бұлар жоқтан пайда болды ма, немесе өздерін жаратты ма деп тұр. Яғни үш вариант беріп тұр Алла субхана тағала. Немесе халиқ жаратты, бір жаратушы жаратты бұл нәрсені. Екінші, өздерін жаратты, жоқтан пайда болды. Үшінші, өздерін жаратты. Жоқтан пайда болды деген ақыл қабылдамайды. Ақыл бұл нәрсені мустахил деп, болу мүмкін емес нәрсе деп айтады. Өздерін жаратты дегенді ақыл қабылдамайды. Сондықтан бізде қай вариант қалып тұр? Тек қана үшінші вариант, бұл бір жаратушы жаратты деген қалып тұр. Дәл сол сияқты Ибн Таймия рахималлаху тағала осы әдісті Алла субхана тағала сипаттарына қолданып жатыр. Яғни нағыл деп айтады, егерде біздер айтатын болсақ, Алла субхана тағала болып жатқан нәрселерді, қазір болып жатқан, біздер айтамыз ғой, біздер айтамыз, Аллах бізді естіп тұр, қазір естіп тұр, дұрыс па? Аллах көріп тұр деп айтамыз, дұрыс па? Енді бұл көру, есту бұрынғы деп айтатын болсақ, және де бұл бұрынғы және де жаңармайды деп айтатын болсақ, онда ол жаратпай тұрып жаңармайтын болса, мына көрінетін нәрсе және естілетін нәрсе жаратпай тұрып жаңармайтын болса, жаратқаннан кейін де жаңармайды ғой дейді. Жаратқаннан кейін де жаңармайтын болса, онда ол естімеді де көрмеді деп айтамыз. Дұрыс па? Сондықтан біз ол жаңарады деп айтамыз. Ал жаңарады деп айтатын болсақ, яғни есту жаңағындай есту сипаты, көру сипаты жаңарады деп айтатын болсақ, бұл есту және де көру сипаты немесе бар сипаттар, немесе жоқ сипаттар деп айтамыз. Жоқ сипаттар деп айтатын болсақ, онда естімейді, көрмейді деген сөз. Бар сипаттар деп айтатын болсақ, онда бұл сипаттар не Аллахтың өзінің затының сипаты деп тұр, не Аллахтан басқа біреудің сипаты деп айтатын болсақ. Аллахтың басқа біреудің сипаты деп айтатын болсақ, біз онда Аллах көрді, Аллах естіді деп айтпаймыз, манағы басқа біреу естіді, көрді деп айтамыз. Сондықтан бізде тек қана бір вариант қалады. Бұл Аллахтың сипаты, және де бұл жаңағындай жаңарады. Яғни болып жатқан құбылыстарды шынымен көреді Алла субхана тағала. Қазір осы уақытта болып жатқан мезетте көреді, шығып жатқан дауыстарды да шығып жатқан мезетте естиді деген мағына шығады деп Шейх ибн Таймия ақли дәлел келтіріп тұр. Ақли дәлел тұр. Нақли дәлелдерді біздер оқыдық жаңа. Алла субхана тағала
пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам деп айтады, саған келіп тұрған әйелді естідік деп тұр. Естідік. Және де Айша радиаллаху анха деп айтады, біздің бөлмеміз кішкентай, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен тұратын бөлмеміз кішкентай дейді да. Мен бөлменің бір бұрышында отырып, аналардың пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен ана әйелдің сөйлеп жатқан нәрсесін естімедім дейді. Ал Алла субхана тағала 7 қабат аспаннан бұны естіп қойды деп тұр да. Түсінікті ма? Яғни салафтардың түсінігі, салафтардың манағы сипаттардың түсінігі. Айтады Шейхул Ислам Теймия басқа жерде Шархул Асфахания деген кітабында 508 бетте айтады: "Исбату каунихи сами'ан ва басиран ва аннаху лейса хуа муджаррадул илм бил масму'ати вал мар'ият хуа қаулу ахли суннати ахли исбати قاطبة من أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة وأهل الحديث والفقه والتصوف والمتكلمين من الصفتية كأبي محمد بن كلاب وبالعباس القلانسي وبالحسن الأشعري وأصحابه وطائفة من المعتزلة البصريين بل قدماؤهم على ذلك دبتر. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى نقول بيتات الله سبحانه وتعالى يسيد جاني كوريده جاني يستو كورو سيبات بلم سيبات يمس يكندغه бұл Алла субханала тағаланың сипаттарын бекітетін тайпаларының түгелінің сөзі деп тұр. Қандай да бір сипатты бекітетін тайпалардың түгелінің сөзі. Ол ахли суннат уал жамааттың сөзі дейді. Соның ішінде салафтардікі, яғни ізгілердікі, сахабалар мен табииндердікі, аималар, яғни салафтардың артынан ерген аималар, ахлул хадистің, яғни солардың ішінде хадис іліммен айналысқандар, ахлул фиқпен айналысқандарда, ат-тасауф, тіпті сопылықтағыларда да осыны испат қылады, бекітеді деп тұр. Уал мутакаллимин мина сифатия дейді. Және де мутакаллимин мина сифатия дегенде ол, яғни сипатты бекітетін мутакаллимдар. Шейхул Ислам Теймия бұлармен кімдерді меңзейді? Баяғы, яғни немесе ашарилердің баяғы аималар, бірінші бастапқы аималарды меңзейді. Кімдер сияқты? Каби Мухаммад ибн Куллаб сияқты, Абил Аббас ал-Қаланиси, ол да имам, ашарилердің имамы. Және де Абул Хасан ал-Ашаридің өзі. Абул Хасан ал-Ашаридің өзі және оның шәкірттері. Баяғы ашарилер бұны осылай бөлетін болған. Яғни білім сипаты бұл есту сипаты емес. Екеуі мағынасы әртүрлі, екеуі екі бөлек сипат. Көру сипаты білім сипаты емес, екеуі екі бөлек сипат деп айтады дейді. Тіпті кейбір муътазилаларда сөйтіп бөлетін. Яғни есту, көру сипаттары білім сипаты емес деп. Түсіндің ме? Шейхул Ислам Теймия осыны айтып тұр. Не үшін оны айтып тұр? Себебі жаңа соңғы ашарилер және де соңғы кәламиттер бұл сипаттарды, яғни көру мен есту сипатын ілім сипатына қайтарады. Көру мен есту сипаты негізі ілім сипаты деп қайтарады. Шейхул Ислам Теймия айтады, сендер соны сансаңдар, сана беріңдер дейді. Бірақ бұрынғы сендердің аймаларың, ашарилердің өздері ол екеуі бөлетін болған. Көру, есту, білім сипаттарын бөлетін болған деп айтады. Және де біздер айтамыз, есту сипатын екіге бөлеміз. Біріншісі бұл жалпы есту сипаты. Яғни Алла субханала тағала бүкіл дауыстарды естиді деген мағынаны беретін есту сипаты. Екінші түрі бұл не? Жеке есту сипаты. Бұл не? Бұны екіге бөлсек бөледі. Көмекпен, яғни Аллах естіп жатырмын десе, көмектесем жаңа иннани маакума асмау ва аро деп Муса мен Харунға айтқаны не үшін? Сендер Фирғауын алдында келдіңдер, қорықпаңдар, мен сендермен біргемін, естіп тұрмын, яғни көмектесемін, көріп тұрмын деп тұр, көмектесемін деп тұр. Яғни есту сипаты бұл жерде көмек мағынасында келіп тұр. Естіп, мен сендерге көмектесемін деген мағынада. Және де екінші мағынасы, яғни жеке естудің жеке түрінің екінші жаңағыда подкласы, подвиді, подтүрі, бұл не ол? Дұғаларға жауап беру. Дұғаларға жауап беру мағынасында. Сондықтан біздер рукуқтан тұрғаннан ал деп айтамыз, сами Аллаху лиман хамида деп айтамыз. Аллах өзін мадақтағанда естіді деп айтамыз. Аллах өзін мақтағанда естіді деп айтамыз. Не ол естіді деген? Яғни мадақтаған адам дұға қылса, оның дұғасын қабылдайды, естиді де қабылдайды деп тұр. Түсіндің ба? Бұл екінші мағынасы. Дәлме-дәл көру сипаты да дәл солай. Екіге бөлінеді. Жалпы көру сипаты, яғни болып жатқан нәрселерді түгелін көреді Алла субханала тағала. Және де екіншісі
екіншісі Алла субханаху ва тағала көмектеседі өзінің құлдарына. Манағы аятта келгендей иннани маакума асмау ва ара. Тоха 46 аят, иә. Тоха, мен сендерді екеуіңізбен біргемін, сендерді естіп тұрмын, көріп тұрмын деп айтады. Бұл жалпы нақли дәлелдер. Біздер нақли дәлелдер және де ижмаъты келтірдік, және де кейбір келтірген нәрсеге Шейхул-ислам Таймияның түсіндірмесін айттық. Дәлме-дәл соған байланысты ақли дәлелдер бар. Есту және де көру сипаттарды бекітуге ақли дәлелдер. Біз үш дәлел келтіреміз. Бірінші дәлел бұл Алла субхана ва тағала бұл есту, көру сипаты кеміл сипат па немесе айып па бұл? Махлуқта, жаратылыста көру, есту деген сипат айып па немесе кеміл сипат па? Кеміл сипат. Жақсы көретін адам көзі жақсы екен, жақсы еститін адам есту қабілеті жақсы екен деп мақтаймыз біз, дұрыс па? Енді бұл махлуқта кеміл нәрсе болатын болса, бізде мынандай қағида бар. Әрбір махлуқтың сипаттарын ішінде кемілдік болып есептеледі, толықтық болып есептелетін сипаттар, сол сипаттарға Аллах лайықтырақ деп айтамыз. Аллах сол сипатпен сипатталуға лайықтырақ бір шартпен. Егерде Аллах сол сипатпен сипатталуға мүмкін болса. Түсіндің ба? Яғни әрбір махлуқтағы кеміл сипатпен Аллах сипатталу лайықтырақ. Бір шартпен бұл сипатпен Аллах сипатталуға мүмкін болса. Түсіндің ба? Неге? Себебі Аллах субхана тағала бізге алдап айтады, «Валахул масалул а'ла» деп айтады. Себебі Аллах субхана ва тағалаға тек қана ұлы мысал ғана келтіре аламыз деп тұр. Түсіндің ба? Сондықтан бұл бірінші қағида, ақли қағида. Бірінші ақли қағида. Яғни махлуқтар естімейтін адамды нақыс айып деп көретін болса, көрмейтін адамды айып деп көретін болса, онда ол және де бұл нәрседен адам пак теретін болса, естімейдің деп айтатын болса, адам не? Жоқ, мен естимін деп айтады. Көрмейсің десе, жоқ, мен көремін деп не істейді? Айыпты өзіне алғысы келмейді. Бұл айыптан Аллах пактелу лайықтырақ. Аллах бұндай айыптардан пактелу лайықтырақ. Түсіндің ба? Бұл не? Бұл қағиданың аты кемілдік қағидасы деп айтады. Кемілдік қағидасы. Және дәлелі жаңа уалаху әл-масалул а'ла. Әл-масалул а'ла деп айтады. Кемілдік қағидасы. Екінші қағида бұл не? Вахибул камал аула би камал деп айтады. Яғни кемілдікті беруші сол кемілдікке лайықтырақ. Кемілдікті беруші кемілдікке лайықтырақ. Неге? Себебі бізде мынандай қағида бар, фақиду шей ла юътих деп айтады. Біреуде бір нәрсе болмаса, бұл нәрсені басқа адамға, басқа біреуге бере алмайды. Біреуде бір нәрсе болмаса, оны басқа біреуге бере алмайды деп. Түсінді ма? Сондықтан егерде бір адам басқа адамды бай қылып жіберсе, ол не деген сөз? Ол өзі бай деген сөз, одан да бай деген сөз. Түсінді ма? Ол біреуге зекет беріп бай қылып жіберді да, ана адамды бай қылып жіберді. Ол не деген сөз? Мынау одан да бай деген сөз. Дұрыс па? 40 есе бай деген сөз. Зекет 40-тан бір бөлігі ол. Түсінді ма? 40 есе бай деген сөз. Бұл адамның мысалы. Алла субхана тағала кемілдікті бізде бар сипаттардың ішіндегі кеміл сипаттарды беруші кім? Алла субхана тағала. Яғни бұл ол кемілге лайықтырақ. Бұл екінші ақли дәлел. Түсінді ма? Себебі ақылда саған сені байытатын адам, ақша мал беріп байытатын адам, өзінде ақша жоқ деп ақыл оны қабылдамайды ондай нәрсені. Немесе саған білім берді, сені білімді қылып жіберді, бірақ өзі надан. Өзінде білім жоқ. Болуы мүмкін ба? Болуы мүмкін емес. Түсінді ма? Сондықтан бұл жерде не? Біздегі қағида кемілдікті берген, біреуге берген сол кемілдікпен сипатталуға лайықтырақ. Екінші қағида. Үшінші қағида бұл біз алдыңғы сабақта алған қағида. Бұл не? Егерде біз Алла субхана ва тағаладан немесе басқа бір нәрседен бір сипатты жоққа шығаратын болсақ, бұл сипаттың терісін бекіту міндет болады.
бұл бәрі логикалық ақли қағидалар. Яғни Аллах субханала тағала көру сипаты жоқ дейтін болсақ, яғни бұл не деген сөз? Аллах субханала тағала соқыр деген мағына. Егер есту сипаты жоқ деп айтатын болсақ, яғни саңырау деген сөз. Түсінікті ма? Бұл үш қағида бізге жалпы осы сипаттарды бекітуге не істейтін ақли қағидалардың бірі. Келесі сипат шейхтің айтқан бұл ілім сипаты. Аллах субханала тағаланың білім сипаты. Білім сипаты туралы Аллах субханала тағала Құран Каримде көп жерде айтады. Соның біреуі Хадид сүресінің 3-ші аятында айтады: "Хуал аувалу вал ахиру вал захиру вал батину ва хуа бикулли шейин алим." Аллах ең алғашқы, және де ең ақырғы, және де ең жоғарда, және де ең жақын дейді. Және де Аллах бүкіл нәрсені білуші. Басқа аятта Тахрим сүресінің 2-ші аятында Аллах субханала тағала "Вахуал алимул хаким" деп айтады. Ол білім білуші және де дана. Ан'ам сүресінің 18-ші аятында айтады "Вахуал хакимул хабир". Ол дана және де хабир, яғни бір нәрсенің жаңағыдай егежей түрде білуші деген сөз. Бір нәрселерде хабир деген сол. Басқа Хадид сүресінің 4-ші аятында Аллах субханала тағала айтады "Я'ламу ма ялiju фил арди ва ма яхруджу минха ва ма янзилу минас самаи ва ма я'руджу фиха" деп тұр. Аллах субханала тағала жерге кіріп жатқан нәрсені біледі, жерден шығып жатқан нәрсені біледі, аспаннан түсіп жатқан нәрсені және аспанға көтеріліп жатқан нәрсені біледі деп тұр. Яғни бұл жерде Аллах субханала тағала бүкіл нәрсені детальды түрде біледі деген мағынаны шығарады. Басқа аятта Ан'ам сүресінің 59-ші аятында Аллах субханала тағала айтады "Ва индаху мафатихул гайби ла я'ламуха илля ху ва я'ламу ма фил барри вал бахри ва ма тасқуту мин варақатин илля я'ламуха ва ла хаббатин фи зулуматил арди ва ла ротбин ва ла ябисин илля фи китабин мубин" деп тұр. Аллах субханала тағалада ғайыптың кілттері бар деп тұр. Және де бұл ғайыптың кілттерін одан басқа ешкім білмейді. Аллах субханала тағала жерде болып жатқан нәрсені біледі, және де теңізде болып жатқан нәрсені біледі деп тұр. Және де бір жапырақ, ағаштың жапырағы Аллахтың білімсіз түспейді дейді. Және де бір жердің астында, жердің қараңғысында көміліп жатқан бір дән Аллахтың білімінен жасырылмайды дейді. Және де жердің астындағы құрғақ немесе жаңағындай сулы нәрсенің түгелі Аллах субханала тағала жасырылмайды деп тұр. Және де бұның түгелі Аллах субханала тағала бір ашық кітапта жазып қойған дейді. Бұл не? Ан'ам сүресінің 59-ші аяты. Және де бұл аят тікелей Аллах субханала тағаланың білімі егежей түрде өзінің мақлуқтарын біледі және де олардың амалдарын біледі екендігіне дәлел. Талақ сүресінің 12-ші аятында Аллах субханала, Фуссилат сүресінің 47-ші аятында Аллах субханала тағала айтады "Ва ма тахмилу мин унса ва ла тадау илля би илмихи" деп тұр. Яғни әйел кісі не көтеріп босанбайды, Аллахтың білімсіз деп тұр. Білімсіз көтермейді де босанбайды деп тұр. Талақ сүресінің 12-ші аятында Аллах субханала тағала айтады "Лита'ламу анналлаха ала кулли шейин қадир ва анналлаха қад ахата би кулли шейин илма". Яғни оны кеше оқыған аят. Аллах аспандар мен жерлерді не үшін жаратты? Сендер Аллах субханала тағаланың құдіреті бүкіл нәрсеге жететіндігін білу үшін, және де Аллах субханала тағала бүкіл нәрсені өзінің біліммен қамтығандығын білулеріңіз үшін осы 7 қабат аспан мен жерлерді жаратты деген аят. Сондықтан бұл аяттарды қарайтын болсақ, бұл аяттардың түгелі расында Аллах субханала тағаланың білім сипаты бар екенін, және де бұл білім сипаты Аллах субханала тағаланың ақиқи сипаты екендігі, және де бұл білім сипаты жаңағындай ақиқи Аллах субханала тағала сипаты екендігіне дәлел. Оған ең үлкен, ең ұлы дәлелдердің бірі Аллах субханала тағала білім деген сөзді өзіне қосқан кезде, өзінің білім айтқан кезде әртүрлі жаңағындай әдістермен айтқан. Біріншісі Аллах субханала тағала өзінің есімін айтты, алим деп, уахуал алимул хаким манағы аятта сияқты. Екіншіден Аллах субханала тағала ілім сипатын өзіне изафет қылды, яғни өзіне қосты. Қалай? Би илмихи, оның білімімен, Аллахтың білімімен деп. Және де Аллах субханала тағала білім деген нәрсені өзіне фи'л, яғни етістік ретінде қосқан. Я'ламу ма ялiju, алима деп, білді, біледі
деген нәрсемен өзіне қосқандықтан бұл білім сипаты расында Алла субхана тағала сипаты және ақиқи Алла субхана тағала сипаты екендігіне дәлел. Ахли сунна уа жамааттың білім сипатына байланысты ақидасы Алла субхана ва тағала білім сипатымен сипатталады. Және Алла субхана ва тағаланың бұл білімі оның затының ішіндегі білім. Ол бірақ бұл білім оның заты емес. Затын ішінде, Аллахтың ішінде. Бірақ ол дәл сол оның заты емес. Не үшін айтамыз? Себебі муътазилалар айтады, Аллахтың білімі бар деп айтады, бірақ ол білімі ол оның заты дейді. Бір бөлек нәрсе емес, бөлек сипат емес деп айтады. Яғни ақылға сыймайтын нәрселерді айтады. Және де бұл білім Алла субхана тағала ұлылығына лайықты білім. Яғни Алла субхана ва тағаланың білімі өзінің ұлылығына лайықты. Және де Алла субхана ва тағаланың білімі туралы ахли суннаның ақидасынан Алла субхана ва тағала болатын нәрселерді болмай тұрып, ол жаралмай тұрып біледі. Жаралғаннан кейін де біледі. Сондықтан бұның білімі зати сипат деген, яғни онымен мәңгілік болған сипат. Яғни Алла субхана ва тағала бір уақытта білімі жоқ деп айтпаймыз. Мәңгілік болған олмен бірге. Бірақ та Алла субхана, және де ол өзінің жаратылыстарын жаратпай тұрып, оның қандай болатынын білген. Бірақ жаралғаннан кейін бұл қазір біліп жатыр. Қазіргі мезетте де біліп жатыр бұл нәрсені. Яғни қазіргі болып жатқан нәрсені баяғыда бір мәңгілік баяғы уақытта біліп қоймаған. Оны білген қалай болатын. Бірақ болғаннан кейін де қазір болып жатқан құбылыстар, қозғалыстар болып жатқан кезде тағы да біліп жатыр Алла субхана тағала. Не үшін бұны айтамыз? Себебі кейбір тайпалар Алла субхана тағала білімін ал деп айтады. Бұл тек қана Алла субхана тағала алғашқы білімі. Ал қазір болып жатқан нәрселерді Аллах қазір білмейді, баяғыда біліп қойды дейді. Қазір болып жатыр, қазір біле ме дейтін болсақ, жоқ, қазір білмейді деп айтады. Кейбір ахли каламда. Баяғыда бір біліп қойды дейді. Ал қазір бұл сол білімнің оның болып жатқан оның білімі жаңағында енді жаралып жатыр деп айтады да. Қазір келіп жаралып жатыр деп айтады. Бұл дұрыс емес. Неге дұрыс емес? Себебі мысалы біз көрмеген нәрсе туралы біліміміз болу мүмкін ба, мүмкін емес па? Мүмкін. Мысалы бізге айтса, Лондон деген қала бар. Оның ішінде мынандай жер бар, қызыл автобустар жүреді, Биг Бен деген жер бар. Лондонның сипатын айтады. Біз Лондон деген қаланың бар екен білдік па, білмедік па? Білдік. Бірақ біздер егерде сол Лондонға барған кезде және де сол көрген кезде біздің біліміміз баяғы білім ба? Баяғы білген біліміміз ба? Немесе көргеннен кейін басқаша біліміміз басқаша толды ма? Сондықтан болмай тұрып, яғни Алла субхана тағала жаратпай тұрып білді ғой бүкіл нәрселерді. Білді ғой, ол білімі бар. Болғаннан кейін де біліп жатыр. Болғаннан кейін де бұл Алла субхана тағала біліп жатыр. Манағы дәл-медәл сам және де басар сипаты сияқты, яғни көру, есту сипаты сияқты, және де ол жерде біз Шейхул Ислам Теймияның рахималлаху тағала айтқан сөзін келтірген едік. Және де біздер бұл жерде бұл нақли дәлелдерді келтірдік. Ақли дәлелдер манағы 3 қағиданы алсақ болады. Яғни вахибул камал аула би камал, кемелдікті беруші бұл кемелдікке лайықтырақ. Және де қоида акмалия жаңағындай кемелдік қағидасы туралы біз айттық. Яғни егерде ілім сипаты адамдарда кемелдіктің сипаты болатын болса, және де адам надандықтан пәктелетін болса, онда Алла субхана тағала бұл кемелдіктің иесі болуына лайықтырақ, және де бұл надандықтан пәк болуға лайықтырақ. Бұл екінші қағида. Және де үшінші қағида манағы не? Егерде біз білім сипатын Аллахтан жоққа шығаратын болсақ, ол не деген сөз? Біз білімнің терісі бекіту керекпіз деген сөз. Міндетті түрде, яғни надандықты бекіту керекпіз. Ал ол болуы мүмкін емес. Және де біз осы жерде төртінші ақли қағиданы қоссақ болады. Бұл Алла субхана ва тағаланың рубубиясының міндетті сипаты. Яғни білім сипат Аллах табарака ва тағала рубуби сипатының міндетті сипаты. Неге? Себебі біз осы әлемге қарайтын болсақ, бұл әлем ең шебер түрде жасалған, ең мықты түрде жасалған. Ал бұндай шеберлік, бұндай жаңағындай
өте жаңағыдай тонкий деп айтады ғой, нәрселер білімсіз жасалуы мүмкін емес. Бұл не? Төртінші ақли дәлел. Келесі келтірген сипат шейхтің бұл не? Алла субхану тағаланың ризық сипаты. Яғни ризық деген Алла субхану тағаланың адамдарға беретін нәрселері. Алла субхану тағала адамдарға беретін нәрселер. Бұл халал нәрсе болсын, харам нәрсе болсын, бұны түгелі ризық деп айтылады. Бұл туралы Алла субхану тағала Зарият сүресінің 58-ші аятында айтады: "Инналлаха хуар-раззақу зул қувватил матин." Расында Аллах раззақ, көп ризық беруші, зул қувватил матин, және де күш иесі деп, қатты күш иесі деп айтады. Басқа аятта Худ сүресінің 6-шы аятында Алла субхану тағала айтады: "Ва ма мин даббатин фил арди илля алаллахи ризқуха ва я'ламу мустақарраха ва мустаудаха." Алла субхану тағала айтады, қандай да бір жәндік, қандай да бір тірі нәрсе жерде болатын, Алла субхану тағала бұны ризықтандырады. Тек қана Аллах қана оны ризықтандырады, және де Алла субхану тағала бұның қайда тұрғанын және де қайда қалатынын біледі. Бұл не? Бұл Худ сүресінің 6-шы аяты, және де бұл Алла субхану тағаланың ризық сипаты туралы. Осылайша бүгінгі сабақ бітеді. Аллаху алам, ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.